Черепашки ниндзя мультсериалында қателіктерді айтатын боламын. Достар, мына статистика қараңыздар. Мені 96% адам подпискасыз көреді. Сіздерге жай ғана қызыл болып жанып тұрған подписаться кнопкасын басу керек. Болды. Маған 200 подписчикқа жетуге аз ғана қалды. Достар, егер сіздер мына видеоролигімді ВК парақшамнан репост жасасаңдар, сіздер менің келесі видеомда шығасыздар. Мен сіздерге алғысымды айтатын боламын. Ал ана жылғы видеомда топ комментар жазған Гүлдана Би. Ол маған былай жазды. Куште екен. Гүлдана Биға ғана емес, Free Fire YouTube, Аружан Кермебаева. Осыларға да алғысымды білдіргім келеді. Ұмытқан жоқсыздар ғой, иә? Подписка, лайк, коммент. Күтем, 10 секунд беремін. Сосын бірақ бастаймыз. Істедің бе бәрін? Красавчик. Ал олай болса бастайық. Бірінші сезон 25 серия. Черепашкалар арқаның үстімен жүріп келе жатады. Бірінші оп Леонардо келе жатады. Ал артынан Донателло. Ракурс ауысты бірінші оп Донателло келеді. Ал Лео болса оның артында. Қалай сонда өздері әзер келе жатқанда үшеу орын ауыстырады. Бірінші сезон 15 серия. Черепашкалар мен Квери бір трансбусқа мінбекші. Квери деген мынау есечі. Кверидің қасында Рафаэль тұрады. Бірінші секунд ол жақ қасында Микеланджело тұр. Үшінші сезон 17 серия. Мұнда Донателло таяғымен секірмекші. Бірақ мұнда оның таяғы ағашқа айналып кетеді. Одан кейін төбелес болған соң Донателло артында бұрынғы таяғы қайтып келеді. Үшінші сезон 25 серия. Карай мен Шредердің киіміне қараңыз. Жаттап алыңыздар. Кадрда жақындатты, міне, салыстырыңыздар. Бірінші сезон 18 серия. Ниндзя Донидің таяғын бір теуіп жібереді. Донателло ниндзяны лақтырайын деп тұрған кезде Микеланджелоның қасында таяғы жатады. Кадр ауысты уже қолында. Төртінші сезон 17 серия. Бишикуға көйлегін шешу керек. Көйлегіне қараңыз, ақ түсті, артынан көрсеткенде қара түсті. Екінші сезон 4 серия. Черепашкалар трицератондардың планетасында. Олардың қару-жарақтарын тартып алған. Оларға қару-жарақтарын аренаның үстінде береді. Бірақ олардың қарулары көтерілмей тұрып болды ғой оларда. Бірінші сезон 20 серия. Мына кадрда бүкіл спорда. Тек Леодан басқасы. Имында Сплинтердің киіміне қараңыз. Жеңі бар. Леонардо гараждан шыққан кезде Сплинтердің жеңі жоқ. И соңғы 3 сезон 25 серия. Тағы да черепашкалар мен Шредердің арасында төбелес болады. И бір моментте Шредердің қолында перчатка болады. Бірінші секундтан кейін ол жоғалып кетеді. Назарларыңызға рахмет достар. Сіздер мен болған